Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Сүлейменова Еркемаз. Және достар, бүгін 10-10 челленджінің 4-ші күні. Мен бүгінгі видеода сіздерге Back to School туралы айтатын боламын. Яғни айтқанда, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сол кезде мен арнамда Back to School'дың қашан болатындығы жайында еститін боласыздар. Ал әзірге бүгін сендерге өзімнің алдыңғы жылғы оқу жылынан қалған заттарымды көрсететін боламын. Мен негізі өзім іріктеп отқан болатынмын. Қандай зат қалды, қандай зат сатып алмаймын деген сияқты. Сол себептен сендерге осы 10-10-ды түсіріп тастайын деп ойладым. Алдыңғы 9-шы сыныптан қандай оқу құралдар қалды екен. Және де мен 10-шы сыныпқа барамын, кім білмейді. Иә. Және де бастайық видеомызды. Менде аса қатты көп заттар қалған жоқ, себебі мен заттардың бәрін құртып тастай беремін. Дәптерлердің бір бет, екі бет сондай жазылғандар жатыр, толып жатыр. Және оларды мен черновикке арнаймын әрине. Сендерге бірінші көрсететінім ол осындай екі папка. Бірі 10 бет, түнде 20 беттік екі папка қалған екен. Бұлар әрине керек болады мектептің кезінде. Соған арнаймын. Сонымен қатар осындай бір A4 қағазын көріп тұрмын. Біздерде 9-шы сыныпта сызу сабағы болды. Сол кезде A4 қағаз алған болатынбыз, бірақ та біз қолданған жоқпыз. A3 сондайлар қолданып жүрдік те. Мен ішіндегі заттардың ақ беттерді видеоға фон ретінде сондайға құртып тастадым, бірақ ішінде бар кішкене. Сонымен қатар осындай бір карандаш. Бұл карандаш неге керек десеңдер, атлас бояу үшін қажет болады. Бұл алдыңғы жылы, яғни, или 10 алдыңғы жылы ма? Алдыңғы жылы қалған. Сол. Және де мен қазір қолыма көзіме көрінген заттарды алып сендерге көрсете беремін. Ол осындай бір пакетиктің ішінде дәптерлер. Бұл жерде менде Роусмен тұр, даже алдыңғы жылдан қалған. Жартысы тор көздер, яғни клеткалар. Жартысы кішкентай жолдар, себебі мен сіңілім, ең кішкентай сіңілім сабаққа соған арналған. Осындай бөлігі тор көз, қалғаны не шығар. Осы Роусмен тұр. Бұнда қолданамын әрине. Және де мұнда екі бір дәптер, бұл да тоже неден тор көзден. Осылар ғана аман қалған менен. Және де мен жерден ручкаларды көріп тұрмын. Ручкаларда менде осыншалық қана қалды. Бұл жерде мына үшеуі кәдімгідей көк басты, мектепке арналған. Бұлар толық емес шығар бастылары. Бұнда бірақ қолданып тастаймын. Сонымен қатар мына екеуі, бұл сары түсті или оранжевый, сондай түсті ручка. Бұларды негіз көп болған, осы ғана қалды. Және де мұндай бұны мен сіздерге 10-10 челленджінің бірінші күнде көрсеттім. Жазған кезде потом сиясы кетіп қалатын. Содан кейін мен көріп тұрмын мұндай бір раскраска, антистресс. Жерде өзім жасаған болатынмын, қолдан. Кішкене осы жерін ғана қолданғанмын, 10-шы сыныпта қолданамын. Күшті мектепте стресс болған кезде. Содан кейін келесі мен көріп тұрмын, осындай бір ағылшын дәптерменен, ағылшын сөздіктері. Ағылшын дәптері менде 2 жылдан бері бар ау деймін, или 1 жыл, білмеймін. Ішінде кішкене жер жазылған, потом әрі қарай тағы да жалғастырып жаза беремін. Барлығы бір жерде тұрған жақсы болады. Сосын ағылшын сөздігі, кітаптар ауысса да сөздік алмаспайды. Бұл да менде 2 жылдан бері жүр. Қолданамын. Одан кейін менде бұл жерде мұндай бір дәптер жүр екен. Бұл да көп бет қалмаған. Сосын мұндай бір доска көріп тұрмын. Бұл негіз қолданбаймын мен. Просто так жүр. Потом әрі қарай мұндай мусорлар, мыналардың арасында жүр екен. Содан кетіп қалған. 7 сентября. Содан кейін келесі менде мұндай текстовый двигатель. Бұл менде 2 болған, біреуін білмеймін қаяқта жатқандығын. Менде негізden жақта рюкзагымның ішін қараған жоқпын. Соның ішінде заттар болу керек. Сонымен қатар тағы басқа жерлерде де жатқан шығар. Мен барлығын толық қараған жоқпын. Тек мына бір полкамды қараған болатынмын. Шипардак болады осындай. Бұның ішінде басқа зат жоқ, көрсететін. Барлығын осы жерге шығардым, ішіне нормально дегендерін. Қалғандар менде черновик, сосын кітаптар, сондай заттар жатыр. Жауып тастаймыз. Содан кейін менде бір мұндай бір неде, осылай жабылып тұратын неде, ішінде
Бұларды мен вообще қолданған жоқпын деуге болады. Мына кішкене қолдандым әрине. Мынаны шашып алдым ішінде. Короче, осындай скрепкилар. Ішінде мен барлығын шашып алдым. Мынаны білесіңдер ме? Ескі каналымда, әлде осы каналда жасадым. Ескі каналымда менде алдыңғы жылы Back to School DIY дейтін видео түсірдім. Сол кезде жасаған болатынмын. Ішіне тағы да жүру керек. Осы ғана қалған ау деймін, білмеймін. Короче, осындай скрепкилар. Мен потом жинап аламын ішіне. Содан кейін менде осындай стикерлер. Ол менде осындай бір жүрек пішіндегі стикер. Мен бұны қолданған жоқпын. Содан кейін оның артында тағы да бір стикер. Мұндай бір үйшікпен, жүрекпен. Сосын тағы да мұндай футболкамен, бұл кішкентай ақ ішінде. Негізі ол менікі емес. Содан кейін осындай бір 4 бұрышты стандартный просто стикер. Сосын мұндайы. Бұны да мен тоже қолданған жоқпын, просто қолдануға аядым. Өте әдемі сондай. Бұны да кім біледі, мен туған күннен берілген подарка болатын. Осындай еместеп тұрады. Кітапша ретінде типа. Потом осы ашқан кезде ішінде стикерлер, әртүрлі пішіндегі. Мен 10 сыныпта қолданамын деген ойдамын. Бірақ білмеймін. Содан кейін ішінде менде мындай нелер қалды, декоративный скотчтар. Бұны мен негізі алдыңғы жылғы Back to School видеомда көрсеттім. Осындай 3 кішкентай декоративный скотч. Сосын мындай одан үлкені осындай 3-і. Бұларды да білмеймін, мен мындай личный дневнигім болған, соған қолданып жүрген болатынмын. Ал қазір мен ондай жазбаймын, ештеңе істемеймін. Просто тұр, бірақ мен қолданады деген ойдамын. Мен тағы да біреуі бұл DIY-да жасаған. Осындай магнитпен қолдан жасалған, бірақ маған аса қатты, неге аса қатты деймін, көп қолданбаймын мен. Вообще қолданбаймын деуге де болады. Негізі қолдануға болады, бірақ мен қолданбаймын. Содан кейін тағы да өте кішкентай декоративный скотчтар. Сосын міне мындай кішкентай. Мындай болды. Қалғандарында ішінде мындай қолдан жасалған декоративный скотчтар, сондайлар, бұны көрсетпей қояйын. Менде қалған осы сияқты. Басқа ұсақ-түйек заттар жоқ. Дәптерлердің барлығын көрсеттім. Общий тетрадь сондайлардың барлығын мен қолданып тастадым уже. Тек мынау ғана жүр екен. Новыйдан барлығын сатып алатын боламын. Back to School видеосы менің арнамда қашан болады? Ол 20-25-теріне таман болады. Тамыздың әрине де. Оған дейін, бірақ та мен оқу құралымды алып тастаймын. 2-3 күннен кейін алатын боламын. 2-3 күннен кейін алсам да, бірақ та мен оны сіздерге 20-25-теріне таман көрсетемін. Видеосын шығарамын. Себебі олар 2-3 күннен кейін алған менде 20-сына дейін аралықта менде бір басқа жоспар бар. Және ол жоспарды сендерге жақын арада айтатын боламын. Әзір білмейсіңдер. Және Back to School видеосын күтіңіздер. Ол жерде мен сендерге канцелярский заттар және киімдерді көрсетемін шығар. Болады әйтеуір арнамда. Күтіңдер. Және осыдан бөлек заттарды ертең алатын боламын. Мен просто іріктедім да, қандай зат аламын, қандай зат алмаймын деген сияқты. Сосын осы онға түсіріп жіберейін дедім. Солай қалған заттарды ертең сатып алатын боламын. Біздерде қазір 1 минуттай уақытымыз қалды. Білмеймін, мен сендерге тағы да не айтатынымды. Басқа жоқ көрсететін. DIY қалайсыңдар ма сендерге? Осы Back to School-ға байланысты түсірсем бе екен комментарий жаздың десем, бірақ та мен комментарийім жауып тастаймын, себебі жақында айтамын онда. Комментарий жауып тастап жүрмін. Так. Сол енді бар айтарым, менің DIY түсіремін шығар, Back to School-ға арнап. Back to School-ның өзі болады, және де мектепке арналған DIY болады. Если мен бір күшті бір DIY тауып алып жатсам, соны сендерге жасап көрсетемін. Или болмай жатса DIY, кешірім сұраймын. Біздерде 15 секундымыз қалды. Мен сендермен қоштасайын. Осымен менің видеом аяқталды. Келесі 5-ші күнге дейін кездескенше. Маған осы 10-10 челлендж өте қатты ұнады. Сендерге де ұнап жатыр деген ойдамын. Алда күшті идеяларменен түсіремін.
келесі кездескенше пока.